once again. Сәлем, мен біраз жыл бұрын, яғни кішкентай кезімде зиянды тағамдар көп жейтінмін. Маған пайдалы тағамдар ұнамайтын. Газдалған сусын, чипсы, түрлі тәттілерді көп жейтінмін. Анам олардың орнына пайдалы тағамдарға ауыстырсаң қайтеді дейтін. Бірақ мен олардан бас тартатынмын. Бір жыл өткеннен кейін менің бір құлағым естімей қалды. Сосын біз дәрігерге бардық. Менің құлағымды тексеріп, қолымнан қан алып тексеруге кетеді. Біраз уақыт өткеннен кейін дәрігер біртүрлі түрмен келіп, анама қызыңыз қан диабетіне шалдыққан деп айтты. Ал анам болса шошып кетті. Мен түк түсінбей оттым. Ол қандай ауру екенін білмедім. Тек ондай ауру тәтемде қана бар екенін білетінмін. Дәрігер маған сенің денеңдегі қант мөлшері өте көп, көбейіп кеткенін және оны азайту үшін екпені пайдалану қажеттігін айтты. Ал мен болсам жыладым, себебі мен екпеден қорқатынмын. Маған үнемі екпе салып, саусағымнан қан алатын. Барлық күнімді екпемен өткізетінмін. Тамақ жер алдында екпе салу қажет болатын. Мейрамханада өз-өзіме екпе салатын кезінде адамдар бір түрлі түрлермен қарап, Мына қыз өз-өзіне екпе салып жатыр ма, масқара? теледидар көретін кезде чипсы жейін деп жатқанында анам алып қоятын, пайдалы тағам ұсынатын. Мен пайдалы тағамдардың орнына тәттілерді жегім кеп тұратын, бірақ ол мүмкін емес. Менің тәттілерім жасыл түсті көкөністерге өзгерген еді. Үнемі екпе, қан алғанда үйреніп қалдым және қант диабетінен жазылдым. Ал сен қант диабет ауруымен шалдықсаң, кез келген уақытта өліп кетуің мүмкін. Бұл ауру өте қауіпті аурулардың бірі болып саналады. Мен өзіме жақын достар тауып алдым. Зиянды тағамдарды жеуді тоқтатып, пайдалы тағамдарды жедім.